Үйлерге массажға барып жүрген кезім. Әдеттегідей балаға массаж жасап шығып бара жатқам. Бір кезде құлағымның түбінен үрген иттің даусы естілді. Артыма қарасам, үлкен алабай ит үстіме секіргенде дарбазаны ашып үлгермей қалдым. Ит үстіме секіргенде шалқамнан құладым. Үстімде қалың парка. Ит анадайдан маған ырылдап тұр. Бір кезде курткамнан кеп шулмалап, бір уыс шүберегін жұлып алды. Курткамның қалыңдығы жанымды алып қалды. Солай бір-екі рет шулмалап кетті. Дәрменсіз күйді басымнан өткердім. Нан тауып отырған екі қолымды тістеп алмаса екен деп қолымды қалтама салдым. Ана ит тағы үшінші рет маған шабуылдағанда жан даусым шықты. Шыңғырып жылап жібердім. Бір кезде машинаның тоқтаған даусы естілді. Көршілері екен. Даусымды естіп, сол үйдің звоногын басты. Иттің егесі шығып, итті әрең ұстап тұрып, маған айқайлап қояды. Неғып отырсың? Кірсе үйге. Үйіне қайта кіргенде басым жарылыпты. Иттен қашам деп шалқамнан құлағанмын. Сол кезде қатты жердегі плитаға тиген. Қан қызумен байқамаппын. Сол үйдің келіні: «Әли апа, курткаңыз қанша тұратын еді? Размеріңіз қандай?» Басым қан-қан, курткам жыртық-жыртық, соғыстан келгендей боп тұрмын. «Әли апай, қазір енем келеді, күте тұрсаңызшы». «Не істеймін күтіп?» Содан үйге қайттым. Басым жарылған қан-қан. Кожаный паркам пырым-пырым. Ол парканы жібек жолынан 50% жеңілдікпен 200 мыңға алған болатынмын. Күйеуім шошып кетті. «Иттеріне еге болмай ма? Не мына түрің? Сотқа беру керек оларды». «Қайтесің ашуланып, әдейі жасаған жоқ қой», дедім. Ертеңіне тағы бардым сол үйге. Массаждың 1-2 күні қалған, соны бітірейін деп. «Күйеуіңіз келіп қырғын салама деп, қоңырау басылған сайын қорқып отырдық», деді. «Апа, мына куртканы киіп көресіз бе?» Берген курткалары қыстық емес, көктемде киетін жеңіл, арзан, қысқа куртка. Ешқайсысы ұнамады. Онда курткаларсыз деп 20 мың бергені бар. Атын атамай-ақ қояйын, бірақ бұл кісілер қаладағы ең қымбат киім дүкендерінің егесі. Ол кезде ана мен балада жұмыс жасаймын. Жұмысқа барғанымда басым айналып құлап қалғаным бар. «Кешегі ит талағаннан бірдеме болған шығар, басыңды рентгенге түсір», деді. Түсірсем сотрясение алыппын. Ал ол кісілер тіпті кешірім де сұрамады. Содан 10 күн ем алғаным бар.